cuando me vi desnudo y sin aliento, parando al mar desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz de sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré tu guerra ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Destino. Por ti seré mujer ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré mujer ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré mujer ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Керемет орындау, керемет дуэт, керемет би қойылымы. Қазылар алқасы. Бұған сіздер не дейсіздер? Еркін мырза. Нұрлыбек қатысушымыз өткен кезеңдерде эстрадалық бағыттағы туындыларды орындаған болатын. Дәл осы шығармада орындалған көріністе жалпы негізі бірінші ән бағаланатын болса, одан кейін жаңағы егер қойылым қойылатын болса, қойылымы, сахна мәдениеті, бүкіл сахналық образы барлығы үйлесім тауып тұрса, бұл үйлескен гармония деп айтуға болады. Сол үйлесімді үндескен гармонияны мен көріп тұрмын. Өте кәсіби деңгейде шырқалған ән болды. Рахмет.
Бұл тамаша орындауға Әсел ханым, сіздің ойыңыз қалай болады? Мен ойлаймын, Нұрлыбек, бүгін сенің күнің. Өйткені осындай керемет менің сүйікті әншім Айбармен бірге шығудың өзі үлкен саған бір Алланың берген бір сыйы деп ойлап отырмын іштей. Өйткені Айбар осы біздің филармониямыздың жұлдызы, біздің Орал облысының жұлдызы. Мен жақында келсем де, ол кісіні өте жақсы әндерін тыңдап, қатты сыйлаймын, тума талант деп бағалаймын. Сондықтан сіздің жолыңыз болды деп ойлаймын. Ал сіз енді өткенде екі кезеңде де эстрадалық ән айттыңыз, онда да өте жақсы орындадыңыз. Жүрекпенен сөзі де бәрі анық болды. Бүгінгі енді классикалық жағында екінші дауыс ұстап тұрдыңыз. Айбар біріншімен, сіз екінші дауыс баритонмен. Керемет, екеуіңнің дуэттерің жақсы шықты ойдан. Жаңа қосылған ар жағдағы бидің де барлығы енді жаңағыдай Ерекең айтқандай, шында да гармония. Сахнаның бір мәдениетін, сахнадағы бір классикалық бір керемет бір көріністі көрдім мен. Тәуелсіз сарапшылар, Мұхтар мырза. Жаңа Әсел апатайым айтты ғой, жаңа екеуі жаңағы бір-бірін толтырып тұр дейді. Мен қуанып атым. Жаңа 4-ші, 5-ші жұпта сіздер кәдімгідей мақтап атсыздар, тіл көз тимесін сіздерге. Манадан бері қабақтарының қашқан жауылып, кәдімгідей қараспанды басымызға төндіріп, мына жерде бір-бірімізді ұрысып отырғыш отырғанда бар ғой. Кішкене Нұрлыбек шығып, нұр жауып, бәріміздің көңіліміз жайланды. Нұрлыбекке қол соғып қояйық. Рахмет. Бұл тәуелсіз сарапшыларымыздың ойы. Ал қазылар алқасы Нұрлыбекті финалдық бәсекеге өткізеді ме? Әлде өтпей ме? Мен иә деймін. Алина. Әрине, менде жауабым иә. Иә. Әрине, иә. Жігер мырза? Иә. Ендеше Нұрлыбек, сені шын жүректен құттықтаймыз. Сен біздің жобамыздың финалына өтіп отырсың. Нұрлыбек Жүлікенов.